Жылдам хабарнама. Шымкентте кәсіпкерлер шенеуніктің ортасында болды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бар ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Шымкентте кәсіпкер шенеуніктен 50 миллион теңге бопсалаған. Шымкентте Түркістан облысының шенеуніктігінен қомақты ақша бопсалаған кәсіпкер ұсталды. Полиция.кз ақпарат хабарлауынша, полицияға мемлекеттік мекемелерінің бірінің басшысы жүгінген. Ер адам өзінің кәсіпкер беделіне нұқсан келтіретін ақпаратты таратамын деп, жеке кәсіпкер 50 миллион теңге бопсалап отырғанын айтқан. Атап айтқан жайтында жедел уәкіл Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 194-ші бабы қорқақтап алу бойынша тәркіленді. Ұйымдасқан қылмысқа қатысу қарсы күрес бағдарламасының басқармасының қызметкерлері жедел іс-шаралар өткізіліп, нәтижесінде күдіктінің жеке басын анықтады. Ол бұрын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысқан мегаполис тұрғыны болып шықты. Алайда ол конкурстан жеңіліс жәбірленуші кінәланған. Оны полициялар 45 миллион теңгеге қолма-қол алу кезінде ұстады. Оның 40 миллион теңгеге жалған ақша болды. Күдікті қамауда. Оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Полиция ұсталған адамның осыған ұқсас басқа да қылмыстықтарға қатысы бар жоғын тексереді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.